Сәлем балақай, қалың қалай? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Балалар, бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Ауырмаңдар, тәртіпті болыңдар, сабақты жақсы оқыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұл кім? Біз сендермен бұл кім деген сұраққа жауап беруді үйренеміз. Тема сегодняшнего урока – кто это? Балалар, жаңа сөздермен таныс болайық. Тыңдаймыз, есте сақтаймыз. Слушаем и запоминаем. Әке – папа, ана – мама, аға – старший брат, әпке – старшая сестра, іні – младший брат, ата – дедушка, апа – бабушка. Балалар, есте сақтаймыз. Ұлдарда қарындас, қыздарда сіңлі. Ребята, запоминаем, если у мальчиков младшая сестра, мальчики называют қарындас. А если у девочек младшая сестра, то девочки называют сіңлі. Қане, сенің сіңлің бар ма? Жауап берші. Немесе сенің қарындасың бар ма? Ал енді суретке қарап, сұраққа жауап береміз. Слушаем и повторяем. Тыңдаймыз, қайталаймыз балалар. Бұл кім? Бұл әке. Бұл кім? Бұл ана. Бұл кім? Бұл аға. Бұл кім? Бұл әпке. Бұл кім? Бұл іні. Бұл кім? Бұл ата. Бұл кім? Бұл әже. Жарайсыңдар балалар. Балақай, енді суретке қарап, бұл кім деген сұраққа өзің жауап беріп көрші. Сұрақтарға жауап беріп, видеоға түсіріп, маған жолдай ғой. Жарайсың балақай, енді сергіту сәтін тамашалап, 1 минут сергіп алайық. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың әйбат, бұлай ойнат. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың әйбат, бұлай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Ал балақай, сергіп алған болсақ, сабақты ары қарай жалғастырамыз. Қане, отбасы мүшелерін атап берші. Бұл кім? Бұл ата. Бұл кім? Бұл аға. Бұл кім? Бұл ана. Қане, ары қарай өзің жауап беріп көрші. Балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау бола ғой.